Мен қамырын илеп аламыз. Ол үшін бізге 200 мл айран керек және ерітілген сары майымызды құямыз. Тұзымызды сеуіп, бір жұмыртқа қосып жақсылап араластырып, жұмсақ қамыр илейміз. Ұнымызды қосып, ұн қопсытқыш қосамыз. Бастапқыда қасықтың көмегімен, одан кейін қолымызбен жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымызды демалтырып қоямыз. Начинкасын дайындап аламыз. Ет, картоп және пияз алдым. Тұз, қара бұрыш, паприкамызды сеуіп, сұйық майымызды құйып жақсылап араластырамыз. Начинкасын өз қалауыңызша жасасаңыз болады. Қамырымызды бірнеше бөлікке бөліп аламыз. Шарик қылып осылай дөңгелетіп шығамыз. Жұқалап жаямыз. Қамырымызды жайып болдық. Енді осылай шеткі бөліктерін, төрт жағын осылай қайырамыз ішке қарай. Енді аударамыз осы күйінде. Төрт бұрышты болу керек, яғни бір келкі. Ортасына начинкамызды салып, алдымен екі бұрышын, одан кейін тағы екінші бұрышын біріктіріп осылай қысып шығамыз, түйіп, ашылып кетпейтіндей етіп. Аударамыз, самсамыз дайын болды. Енді төрт бұрыштарын вилканың көмегімен осылай басып шығамыз. Яғни әдемі узор жасап аламыз. Тағы да көрсетіп өтейін. Өте қарапайым, жеңіл жасалуы. Самсамыз әдемі шығады, столда әдемі тұрады. Міндетті түрде осылай жасап көріңіздер. Бетіне жұмыртқаның сарысын жағып және кунжутымызды сеуіп, алдын ала 180 градус қызған пешке 40 минутқа самсамызды пісіріп аламыз. Қыздар, каналға тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, видеома лайк басып және пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Сіздермен болған Ақжарқын. Сау болыңыздар.